Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз реферат. Реферат латынша баяндасын, баяндаймын деген мағынаны білдіреді. Кітап мазмұны, ғылыми жұмыс, ғылыми зерттеу қорытындылар туралы көпшілік алдында қысқаша баяндау, хабарлауды реферат деп атаймыз. Сіздер басқа мектеп бағдарламасындағы өтіліп жатқан пәндерден мұғалімдеріңіз реферат берген болу керек. Яғни белгілі бір тақырыптарды қорытындылау мақсатында немесе белгілі бір мерекелік тақырыптарға байланысты кішігірім өздеріңіздің жұмыстарыңызды жасау мақсатында реферат берген болу қажет. Ал бүгін информатика сабағында біз осы реферат дегеніміз не, оның құрылымы қандай ережелерді сақтауымыз қажет, сонымен танысатын боламыз. Реферат жасау алдын белгілі бір алдын ала дайындық қажет. Ол үшін тақырыпты дұрыс таңдауымыз қажет және дұрыс құрылымдау қажет. Жұмыстың жүйелігі, яғни белгілі бір ретпенен орындауымыз қажет. Тиянақтылық, керек емес ақпараттар, немесе өтірік ақпараттар, немесе интернеттен алып қоя салу деген секілді артық дұрыс емес жұмыстардан аулақ болуымыз қажет. Және асығыс жасай салмау. Бас аяғын жасамай, немесе өтірік құрылымдап, және интернеттегі дұрыс емес ақпарат көздері, яғни сайттардан алу немесе кітаптардан тек көшіріп қоя салуды жасамауымыз қажет. Реферат құрылымы. Кез келген құжаттың кітаптар болсын, немесе журналдар болсын, немесе осы реферат, студенттің өзіндік жұмысы, оқушының өзіндік жұмысы деген секілді барлық осындай құжаттардың белгілі бір құрылымы болады. Яғни бірінші беті, титулдық бет, реферат мазмұны, кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, пайдаланған әдебиеттер сынды бас аяғы бар белгілі бір құрылымдалған құжат. Яғни әр бетте қандай ақпарат көздері көрсетілген туралы мен сіздерге соңынан Word мәтіндік редакторында құжатпенен таныстырғанда атап өтетін боламын. Ал рефераттың құрылымы ол бір бөлек, яғни бірінші бетте не тұру керек, екінші бетте не тұру керек. Ал рәсімдеу дегеніміз бұл әсемдеу деген секілді. Яғни сөздеріміздің шрифті қандай, стилі қандай, немесе сөз арасындағы, қатарлар арасындағы интервал қалай болады, оң жақ бетінен, сол жақ бетінен қанша сантиметрден, жоғары жақтан соңынан қанша сантиметрден қалу керек бос орын, абзац қанша сантиметрден басталу керек, яғни осыны рәсімдеу деп атайды. Оның рефераттың көлемі 8 орта деңгейде 8-10 бет, жаңағы тақырыптың актуалдылығына байланысты. Яғни егер маңызды сондай құрылымды тақырып болатын болса, онда ол күрделі тақырып болатын болса, онда ол 10-15 бетке дейін, немесе кейде жеңіл тақырыптарға 4-5 бетке дейін де жасауға болады екен. А4 форматында мәтіндік редакторымыз Word'ты қолданамыз. Шрифт 14, стилі Times New Roman, немесе 12 шрифтті Arial KZ несімен стиліменен жазуға болады. Және интервалы текстер арасында бірді құрылымдау қажет. Және рефератты қорғау алдын, яғни жұмысты бітіргеннен кейін бір тексеріп шығуымыз қажет. Реферат тақырыбының өзектілігі мен маңыздылығы, тақырыптың толық ашылуы, рефератта келтірілген ақпараттардың ақиқаттығы, өтірік ақпарат көздерінен алуға болмайды. Әдебиеттер тізімі мен мазмұнның дұрыс көрсетілуі, сурет кестелерді қолдану және мағынасы мен сапасына мән беру. Суреттерді қолданғанда оның сапасы жақсы ма? JPEG, PNG форматтардың сапасы жақсы сақталған ба? Соларға мән беруіміз қажет. Және біздің қолданып отқан текстімізға, тақырыбымызға сәйкес келу қажет. Және сілтемелердің дұрыс қойылуы. Енді рефератты жасадық, рәсімдедік, құрылымдарын толық сақтадық. Ең соңғы этап бұл бізде қорғау. Рефератты біз сыныптастарымыздың алдында, немесе мектеп-ішілік жарыстарда, немесе мектеп аралық, облыстық, республикалық сайыстарда біз қорғайтын болсақ, бірінші неден бастаймыз? Өз-өзіңізді міндетті түрде таныстырып өтуіміз қажет. Қорғау кезінде, сөйлеу кезінде сенімділік өте маңызды. Өз-өзіңізге сенімді болып, алдын ала бірнеше рет үйде дайындалып, немесе сыныпта сынып жетекшімен дайындалып, өзіңізге деген сенімділікті арттыру қажет.
анық сөйлеу қажет. Сөздерді айтқан кезде анық айту қажет. Егер кейбір терминдар болса түсініктемесін атап өту қажет. Толығымен қамту, бас аяғын міндетті түрде толықтырып бітіру қажет. Және регламент сақтау. Регламент дегеніміз бұл уақыт. Яғни сізге ұйымдастырушылар немесе мұғалім қанша минут береді? 5 минут, немесе 10 минут, немесе 3 минут. Яғни уақытты асып өте көп сөйлеуге, немесе өте аз сөйлеп қоюға тағы да болмайды. Регламентті міндетті түрде сақтау қажет. Енді Wordта мен сіздерге осы рефератпенен таныстырайын. Бұл жаңағы мен жоғарыда айтып өткен құрылымы, яғни титулы, екінші бет мазмұны, үшінші бет кіріспе деген секілді. Одан кейін пайдаланған әдебиеттер тізімі, иә. Бірінші реферат, бірінші титул бетінде қандай ақпарат көздері көрсетілу қажет? Жоғарғы жағында міндетті түрде біз бұл қандай мекеме, мектеп немесе жоғарғы оқу орны немесе жаңағы университет деген секілді. Яғни Қазақстан Республикасы оқу және ағарту министрлігі. Бұл мектептердің немесе балабақшалардың барлығының министрлігі, иә, ортақ атауы. Одан кейін мұнда мектебіңіздің номері немесе номер жоқ болса атын жазып міндетті түрде қалдыру қажет. Одан кейін бұл қандай құжат? Реферат па, немесе оқушының өзіндігі жұмысы ма, немесе студенттің өзіндігі жұмыс деген секілді. Одан кейін астына тақырыбы, мысалға мұнда 1 мамыр бірлік күні деген, орындаған оқушының аты жөні және қабылдаған мұғалімнің аты жөні. Және міндетті түрде соңына біз сіздер өмір сүретін аймақтың немесе қаланың аты және сол жасалынған құжаттың жасалған жылын жазып көрсету қажет. Бұл титул бетінің міндетті ережесі. Осыны міндетті түрде сақтау қажет. Екінші бетке мазмұны айтылады. Мазмұнда біз алдыңғы тақырыпта айттық, иә? Яғни қай бетте қандай ақпарат көздері бар, соны қысқаша мазмұнынан таныстырып қоясыз. Қай бетте тұр? Мысалға, негізгі бөлімдегі бірлік күні мереке тақырыпшасы бұл 3-ші бетте тұр. Қонақжай қазақ 4-ші бетте тұр. Оқып жатқан немесе тыңдайын деп жатқан адам маңызды ақпараттарды қай бетте орналасқан көрсе, автоматом сол бетке барып, сол ақпаратпен таныса алады. Қорытынды әдебиеттер тізімінің беттері де міндетті түрде көрсетілуі керек. Одан кейін маңызды бөлім бұл кіріспе деді. Кіріспе бұл тақырыптың ашылуына, маңыздылығына міндетті бөлім. Яғни осы жерде сіз осы тақырып қаншалықты маңызды, кіріспе, яғни кірісіп осы жерге көрсетесіз. Бұл тақырып қайдан шықты, маңыздылығы неде, және сіз осы тақырыпты не үшін таңдадыңыз, оның барлығын осы кіріспеде түсіндіріп кетсеңіз болады. Ал одан кейінгі негізгі бөлім бұл мынау сіздің өзіңіздің ойыңызды жазатын, сіздің өзіңіздің ақпараттарыңызды қосатын бөлім. Яғни интернеттен де немесе кітаптардан аласыз, бірақ сонымен қатар өзіңіз осы тақырыпты не үшін таңдадыңыз, не үшін зерттеп жатырсыз, ол қандай бөлімдерден тұрады. Міне солардың барлығын осы негізгі бөлімде ашып түсіндіресіз. Рефераттың қалған бөлімдерінің барлығы ол рәсімдері, пайдаланған әдебиеттер деген секілді қосымша ақпарат көздері болатын болса, сіздің нақты жұмыс жасайтын, өзіңіздің ойыңызды жазатын бөлігі осы негізгі бөлім екен. Мұнда мен негізгі бөлімді ұзақ ашпадым, тек қана бір бөлімі бірлік күні бұл мереке деген тақырыбын ғана аштым. Міне ақпараттарды осылай ашасыз, сурет қою керек болса, кесте қою керек болса қосасыз, ары қарай екінші бөлімі деп осылай жалғастырып кете бересіз. Енді рефератта болсын, кез келген маңызды құжаттарда біз сілтемелер қойған кезде, алдында гиперсілтеме, сілтемелермен танысқан кезде айттық, иә? Мысалға мына жердегі кіріспедегі мына мәтін бірінші мына пайдаланған әдебиеттердегі мына менің отаным Қазақстан деген мақаладан алынған екен. Қай бетінде көрсетілген? 65-ші бетінде. Немесе екінші мынау айтылған текст, яғни бұл екінші сілтемедегі екінші ақпарат көзінде 7-ші бетте орналасқан деген секілді. Бірлік күні мереке деп өзіміздің негізгі бөлімге кірістік. Бұнда міне сілтемелерді осылай анық көрсетіп, бұлай бояп қоюдың қажет жоқ, мен сіздерге түсінікті болсын деп қойдым. Ал бірақ міндетті түрде сілтемемен беттерін, егер беті жоқ қысқа мағлұматтар болса, сайттар болса, сілтеме болса, бетін көрсетпей тек сілтеменің номерін көрсетесіз. Одан кейін
Міндетті түрде кесте немесе суреттер қойсаңыз, оларға атау беру қажет. Мысалға, мұнда бірінші сурет деп қойдық. Егер 3-4 сурет болатын болса, екінші сурет, үшінші сурет деп кете береді. Және оның міндетті түрде аты болуы қажет. Ал сіз осы суретті тек қойып кетпейсіз. Рефератқа суретті қойғаннан кейін ол міндетті түрде сіздің тақырыбыңызға қатысы болу керек, және ол суреттен сіз бір айтатын ақпаратыңыз болу қажет. Сондықтан да сіз суретті қоясыз, және сол суретті сіз қай жерде айттыңыз, қай жерде ол туралы мағлұмат бердіңіз, соны міндетті түрде былай жақшаның ішіне суреттің номерін, егер қаласаңыз, үтір арқылы суреттің тақырыбын да жазып кетуге болады. Бұл міндетті жағдайлар. Және соңғысы, бұл әдебиеттер тізімі. Алдында мен сіздерге әдебиеттер тізімімен танысқан болатынбыз, қалай қоятынымызды, қалай жазатындығымызды номерлеп, сілтемелер, интернеттегі сілтемелер болатын болса, оларды көрсетіп, осылай біздің құжатымыз бас аяғы бар құрылымдалған құжат болып аяқталады екен. Енді өздеріңіз реферат жасаңыздар, әсемдеңіздер, және міндетті түрде ақпараттардың дұрыстығын, интернет көздерінен дұрыс алғандықтарыңызды, сілтемелеріңізді көрсетуді ұмытпаңыздар.